Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, каналға қош келдіңіздер. Каналға қолдап тіркеліп пікір қалдыра отырыңыздар. Қорқыт ата. Қорқыт ата түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы. Қорқыт ата өмірде ізі артында әдеби музыка мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Қорқыт атаның өмір сүрген кезеңі туралы ғылымда әртүрлі болжамдар қалыптасқан. Қорқыт атаның нақыл сөздері: құмды қаншама үйгенмен төбе болмас. Дүниеге келмей бақ, келсең бірақ өлмей бақ. Қара есек жүгендеумен тұлпар болмас. Инабатты болса әйел көрікті, ақ сақал жарасса шал көрікті. Сүйікті болса ағайын көрікті. Ажал жетпей өлмек жоқ. Бос ыдыстың түбі мықты болмас. Қызы анадан үйренбей өнеге алмас, ұл атадан үйренбей сапар шекпес. Ұл ақылды хош көрмес, ата үлгісін көрмесе, қыз жарытып ас бермес, ана үлгісін көрмесе. Сауыттың қасиеті қылышпен ұрғанда, аттың қасиеті жаудан алып шыққанда көрінер. Ат жемейтін ащы шөптің шыққанынан шықпаған игі, адам ішпес ащы судың аққанынан ақпаған игі. Атасының атын шығармаған жігерсіз ұлдың туғанынан тумағаны игі. Тебегеннің таңын сүзеген айырады. Ұлдың күні күн емес, атадан мал қалмаса, ата малы пұл емес, баста ақыл болмаса. Құстың қонар жерін су білер, малдың барар жерін ну білер. Дәулетті ұл ошақтың қоры, дәулетсіз ұл атаның соры. Саз орайын бөкен білер, күй шүйгінін киік білер. Іннің аузын түлкі білер, керуеннің түнгі жүрісін торғай білер. Ананың хақы, құдайдың хақы. Қолыңа күміс қонса, алтын өзі келер. Бар бақыр жоқ алтын. Қанша тасып су тулағанмен су теңізді толтыра алмайды. Дүние мал шашылмай, мырза деген атақ жоқ. Пасыққа дәулет бітпес. Қара есектің басына жүген таққанмен тұлпар болмас, күнге сәрі пәй шапан жапқанмен бәйбіше болмас. Қанша қалың жауғанмен қар көктемде қалмайды, гүл жайнаған қалың да қара күзге қалмайды. Қанша байлық жесаң да бұйырғаннан артық жей алмайсың. Өлгендер қайтып келмейді, шыққан жан қайтып енбейді. Ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді. Өтірік сөз өрге баспайды. Өнегелі болса бала көрікті. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе, ұл жарылқап ас бермес, әке үлгісін көрмесе. Түбі жат бала туғандай болмас, ішер, жер, киер де кетер, бірақ көрдім демес. Адам баласы керуен сияқты тоқтады, көшті де кетті. Топырақ тау болмайды. Ескі киімнің беті ащы, жетім баланың тілі ащы. Бас аман болса бөрік табылады. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан өнеге алмаған ұл жаман. Каналға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сау болыңыздар.